Жүсіпбек Аймауытов, құштарлық. Қараңғы түнде адасқан адам жылт еткен от ұшқынын көзі шалғанда қандай қуанады. Қартқожаға да бүгін қараңғы елдің ішінде оқу деген нәрсенің жарық сәулесі жылт еткендей болды. Қуантты. Келе жатып, кітапшасын оқығанша асықты. Қойнынан суырып алып, ат үстінде оқымақшы болды. Шыбындаған екі ат қолын жұлқып оқытпады. Әйтсе де кітабының басынан бір-екі жол оқыған соң ұнап кетті білем. Көзі жайнап аттан түсе қалды. Торы шолақты қаңтарып, тұсап, көк құнанды оның мойнына байлады да, отырып кітап оқуға айналды. Мидай жазық, кең дала, жел жоқ, күн шуақ. Аспанда ақ сабынның көбігіндей ақ бұлттар. Анда-санда шық-шық еткен торғайдың даусынан басқа жаңғырыққан ешбір тықыр не бір үн естілмейді. Қартқожа сайын далада көйлекшең, жалаңбас, көк шөпке бауырын төсеп, күнге қарап, қошқыл маңдайынан тері шып-шып шығып, кітабын оқып жатыр. Оның кітапқа ынталанғандығы сонша, жан-жағына да қарамайды. Анда-санда мұрнын тартып қояды. Демін де білдірмей алады. Ол екі атты да ұмытып кетті. Біреу алып кетсе білер емес. Өзінің айдалада жатқанын да, ауылын да, басқа дүниені де ұмытты. Оқыған сайын ажарланады. Иегін созып, көзін қадап, қағазды жеп қоятын тәрізді. Әлден уақытта аяғына жетті. Ол кітапты жаппай ойланып, басын шайқап, таңдайын қағып біраз жатты. Содан кейін кітапты басынан аяғына дейін бір қарап шықты да, басын көтерді. Қараса, шыбындаған екі ат жылжып, едәуір жерге барып қалған екен. Далада жалғыз екенін сонда сезіп, жалма-жан киімін киіп, аттарына барды. Мініп алып, ауылына тартты. Қартқожаның есіл дерті оқуға кетті. Өзіне өзі оқимын деп серт етті. Балалар, бұл әңгімеде оқу деген нәрсенің жарық сәуле екенін түсіндіріп, Қартқожаның бойында пайда болған оқуға деген құштарлық туралы айта келіп, сол жарық сәулеге ұмтылуға шақырады.